Сәлем, менің есімім Меркегүл. Мен бүгін сіздерге доход, яғни кіріс және кассалық аппарат туралы айтқым келеді. Доход деп біз товар сатудан және қызмет көрсетуден түскен пайданы, яғни ақша қаражаттарын айтамыз. Доход бізге екі түрмен, яғни ақша қаражаттары бізге екі түрмен келуі мүмкін. Ол наличный ақша қаражаттары және безналичный ақша қаражаттары. Наличный яғни қолма-қол, қолыңызда алған ақша қаражаттары, ал безналичный яғни банктағы шотта жатқан ақша қаражаттары. Егер сізде доход, яғни кіріс, қолма-қол ақша қаражаттары, яғни наличныймен келетін болса, онда сізге міндетті түрде кассалық аппарат орнатып, оны тіркеу қажет. Бір қалада бірнеше кассалық аппарат орнатуға болады. Бірақ егер сіз кассалық аппаратты екі қалада орнататын болсаңыз, мысалы бір кассалық аппаратың сізде Астанада, екінші кассалық аппаратың сізде Алматыда болатын болса, онда сіздің режиміңіз упрощенный режимнен бірден общий установленный режимге көшіп кетеді. Қандай кассалық аппарат орнатқыларыңыз келсе де өздеріңіз білесіздер. Бұрынғы кассалық аппараттар кәдімгідей үлкен кассалық аппарат болатын, ал қазір кассалық аппаратты телефонға жүктеп алуға болады. Кассалық аппараттың бірнеше түрлері бар. Ре-касса дейді, веб-касса және нор-касса деген сияқты бірнеше түрлері бар. Кассалық аппаратты тіркеу үшін сіздерге ЭЦБ қажет, компьютер қажет, себебі ол компьютер сіз ОФД сайтына кіресіз және телефон қажет. Осы барлық касса аппараттардың ішінен мен рекассаны ең жиі қолданамын, себебі ол тегін. Ал қалған кассаларда сіздер ай сайын белгілі бір мөлшерде төлеулеріңіз қажет. Қазақ айтады, 100 рет естігеннен бір рет көрген артық. Сондықтан мен сіздер үшін компьютердің экраны арқылы және телефонның экраны арқылы запись жасап, сіздерге касса, оның ішінде рекассаны қалай телефонға жүктеу керегі туралы видео түсірдім. Соны тамашалаңыздар. Енді біз өзімізге рекасса деген приложениені скачать етіп аламыз. Мен уже скачать етіп қойдым, уақыт үнемдеу үшін. Міне ол. Оны ашамыз. Ашылған кезде осындай терезе шығады сізде. Кейін войти через SMS дегенді басасыздар. Өздеріңіздің телефон номерлеріңізді тересіздер. Отправить код дегенді басасыздар. Кодты тересіздер. Так. Енді сізде IP демо деп шығады, бірақ сіз өзіңіздің IP-іңізді тіркеуіңіз керек. Ол үшін мына жерде касса дегенді басасыздар главный менюден. Кейін новая касса деген басасыз. Название кассы дегенде сіз IP-іңіздің атын жазасыз. Менде ТО. Мен қазір ТО-ның атын жазам. Окей. Міне, бізде касса шықты. Енді бұны активировать дегенді басу керек. Міне сіздерге осылай шығады. ОФД дегенге ОФД Транстелеком деген таңдайсыздар. Енді мына ID токен дегенді толтыру үшін біз ОФД Транстелеком сайтына кіреміз компьютер арқылы. Қазір біз Google Chrome'a кіреміз да, поискке ОФД Транстелеком деп жазамыз. Так, бізде мынандай поиск нәтиже шығады. Мұнда ОФД Транстелеком дегенді таңдаймыз. Бізде мұнда басты бет шықты. Мұнда регистрация және вход деп тұр. Біз регистрацияны таңдаймыз. Выбрать сертификат. Бізде НЦП сұрап тұр. ЭЦП-де бірінші, яғни аутты таңдаймыз. Пароль енгіземіз. Мұнда енді автомат түрде бәрі толтырып тұрады. Мұнда режимді таңдаймыз. Менде общий установленный режим. Телефон номері жазамыз. Email почта жазу мұнда міндетті емес. Пароль жазасыздар.
парольді қайтадан тересіздер. Регистрация. Келесі бізде внимание деп тұр. Для продолжения подпишите заявку номер 1 деп тұр. Яғни заявка номер 1 дегенді басамыз. Адрес сформировать. Бұл жерге өз адрестеріңізді жазасыздар. Менде Астана қаласы. Сосын готово және применить дегенді басасыздар. Сохранить дегенді басасыздар. Кейін бізде договор шығады. Договор соңына дейін түсіреміз. Ең соңында подписать деп тұр. Соны басасыз. ЭЦП ключ таңдайсыздар. Екінші, яғни для подписи таңдайсыздар. Сохранить. Договор подписан деп шықты. Енді регистрация өтіп болғаннан кейін біз добавить новую кассу дегенді басамыз. Мұнда рекассаны таңдаймыз. Заводской номер жаңа скопировать етіп алған приложениедағы сандарды жазамыз. Адрес таңдаймыз. Регистрировать дегенді басамыз. Кейін подписать дегенді басамыз. Енді мына сол жақтан касса дегеннен не зарегистрированные в КГД дегенді таңдаймыз. Мына жерде регистрировать КГД дегенді басамыз. Подписать басамыз. Бізден ЭЦП сұрап тұр. ЭЦП таңдады. Екіншісін РСА немесе ГОСТы таңдаймыз. Пароль енгіземіз. Енді отправить на регистрацию дегенді басамыз. Болды. Енді заявка регистрация бергеннен кейін сізге жауап шамамен 15 минут пен 3 күн аралығында келеді. Енді сіздерде осылай паспорт ашылады. Мұнда заводской номер деп тұр. MT6N4DRF. Бұл жаңағы сіздің кассаңыздың заводской номер. Оны либо скрин жасап аласыздар, немесе скопировать етіп аласыздар. Келесі бізде ОФД дегенде сіздер міндетті түрде Транстелеком деген таңдайсыздар. Енді ID және токенді толтыру үшін біз қайтадан ОФД Транстелеком сайтына кіреміз. Шамамен 15 минут өткеннен кейін міне маған одобрение келді. Бұл жерде активировать дегенді басамыз. Тарифті таңдаймыз. Активировать тариф дегенді басамыз. Міне активациядан өтті. Енді смотреть дегенді басамыз. Міне сіздің кассаңыз туралы барлық мәліметтер. Енді активацияны жалғастыру үшін телефондағы рекассаға кіреміз. Енді рекассаны тағы да ашамыз. Мына жерде менюға кіреміз де касса дегенді басамыз. Мен бағана регистрация жасаған касса міне тұр. Активировать дегенді басамыз. Так, астына түсіреміз. ОФД дегенде Транстелеком деген таңдаймыз. ID дегенге мына компьютерда көрсетілген мына нөмірді тереміз. Келесі токен дегенге компьютерға кіреміз да новый токен дегенді басамыз. Осы 3 цифрды тереміз. Пин-код дегенге өздеріңіз білесіздер қандай пин-код қоюларыңызды. Мен 4 нөл қоя саламын.
Енді активировать дегенді басасыздар. Все, кажется, успешно активировано дейді. Сонымен сіздің кассаңыз активациядан өтті. Енді чек пробить еткілеріңіз келсе, мысалы, мен 400 мыңға товар саттым наличныйға. Енді оны пробить еткім келсе, 400 мыңды басам. Далее продажа, пин-кодыңызды тересіз. Күтесіз. Болды, сізде чек шықты. Енді жұмыс уақыты біткеннен кейін сіздер рекассаны ашасыздар. Главный менюдан смена дегенді басасыздар. Мына жерде X отчет дегенді басасыздар. Смена жабылсын, закрыть смену дегенді басасыздар. Пароль тересіздер. Осымен болды. Сменамыз жабылды. Келесі чек пробить еткен кезде смена автоматты түрде ашылады. Енді сіздерге ай сайын 1400 теңге ОФД сайтына қалай төлеу керек екенін түсіндіремін. Ол үшін ОФД сайтына кіресіз. Міне мына лицевой счетты қарап өзіңіз жазып алыңыз. Сосын Каспий приложениеге кіресіз. Онда поисктан ОФД Транстелеком деп тересіз. Содан кейін осы лицевой счеттың нөмірі тересіз және 1400 теңге төлейсіз. Сонымен мен сіздерге қалай кассовый аппарат орнату керектігін түсіндірдім. Егер тағы да сұрақтарыңыз бар болса, маған инстаграмға жазыңыздар. Назарларыңызға рахмет.